Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Өте нәзік, жұмсақ меренговый рулет десертін дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен 5 жұмыртқаның ағуызы қажет. Оған шым-шым тұз сеуіп, жақсылап блендермен араластырамыз. Міне дәл осылай көбіктенгенше аударылғанда құлап кетпейтіндей болғанша жақсылап араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, дайын болған меренгамызды саламыз. Әдемілеп тегістеп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 1 сағатқа қойып пісіріп аламыз. Духовкада міндетті түрде егер вентиляция режимі болса, сол режимге қойсаңыздар болады. Және де осылай сызықшалар қойып шықсаңыздар болады. Ол енді өз еріктеріңіз. Кейін піскен кезде сыртында әдемі узор болып шығады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне бізге сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр 300 грамм қосамыз. Оған 170 грамм қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 150 грамм клейге саламыз. Клейгейіміз міндетті түрде 33-35% болу керек. Міне креміміз дайын болды. Енді кремімізді насадкамызды салып, қалташаға бөлек кішкене крем алып қоямыз. Яғни меренговый рулеттің сыртын әсемдеуге. Меренговый орамамыз пісті, аударып алдық. Үстіне жақсылап кремді толық төсеп, жайып шығамыз. Барлық жеріне тегістеп, кремді әдемілеп төсеп шығамыз. Салмасына өз еріктеріңіз, үйде қандай жеміс жидек бар, құлпынай болсын, малина болсын, банан да салсаңыздар болады. Мен үйдегі бар қатырылған жеміс жидектерді арасына салып орадым. Міне біздің меренга орамамыз дайын болды. Енді сыртын әсемдейміз. Сыртына енді өз еріктеріңізбен, яғни кремнің насадкасына байланысты қалай узор жасағыларыңыз келеді, дәл солай істеп шықсаңыздар болады. Сыртына да үйде бар жеміс жидекпен мята жапырақтарын қосып, қант ұнтағын сеуіп, әсемдесеңіздер болады. Міне меренга орамамыз дайын болды. Дәмі өте нәзік. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет. Ас болсын.